Hello everybody! Бүгін біз сіздермен келесі топикті талқылаймыз, Jake деген. Бұл топикте біз сіздермен фразалық етістіктерді үйренеміз. Ағылшын тілінде фразалық етістік дегеніміз ол тұрақты сөз тіркестері. Jake woke up early, ready to kick off his day. Jake ұйқысынан тұрды, ерте, ready, дайын болды, to kick off his day дейді. Өзінің күнін бастауға дайын болды дейді. Фразалық етістік to kick off, kicks off деген фразалық етістік бастау деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ойынды бастау, футболды бастау, вечеринканы бастау. The game kicks off tonight at 8 p.m. Ойын басталады түнгі сағат 8-де. They are about to kick off the party. Олар вечеринканы бастамақшы. The Olympic Games kick off in Paris on July. Олимпиада ойындары басталады Парижде шілде айында. Kicks off бастау. He decided to kick off with a morning jog. Ол күнін таңғы жүгіруден бастауды шешті. He will decided шешті kick off бастау with a morning jog. Jog деген жүгіру, бірақ жай жүгіру деген мағынаны білдіреді. As he jogged through the park, ол паркте жүгірген кезде, through дегеніміз через, парктен жүгірген кезде, he ran into an old friend. Тағы да фразалық етістік ran into. Мағынасы біреуді кенеттен кездесіп қалу. Ran into кенеттен кездесіп қалу деген. It ran into difficulties. Ол кенеттен қиындықтарға кездесті. I ran into my neighbor at the store yesterday. Мен базарда кеше өзімнің көршімді кездесіп қалдым. He hit his head when he ran into the wall. He will hit ұрып алды his head басын когда he will ran into the wall. Стенаға кездесіп қалған кезде ол басын ұрып алды дейді. Ran into кездесіп қалу. He ran into an old friend Emma. Ол кенеттен кездесіп қалды ескі досын Эмманы. They decided to catch up over coffee. They олар decided шешті to catch up over дегеніміз. To catch up over кездесіп отыру. Орысша айтқан кезде наверстать упущенный дейді. Мысалы, how about we catch up over drinks next Friday? Қалай қарайсың келесі жұма күні ішіп отырсақ? I thought we could catch up over dinner. Ойладым біз обедте отырып бірге ішерміз. Catch up over. At the cafe, Emma shared how she had to deal with some tough challenges at work. Кафеде дейді, Emma shared бөлісті, яғни айтты. How she had to deal with. Келесі фразалық етістік to deal with. Яғни бір проблемамен айналысу, шешімін іздеу, бір нәрсемен айналысу деген мағынаны. To deal with. Жұмыстағы қиыншылықтар туралы айтты дейді ғой. To deal with. Бір нәрсемен айналысу, проблемамен айналысу, шешімін іздеу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, we can deal with this ourselves. Біз бұны өзіміз істей аламыз дейді. Can you deal with this gentleman's complaint? Сен мына джентльменнің жалоб, complaint деген жалобы, Мына джентльменнің жалобымен айналыса аласың ба дейді. Deal with. The government must deal with unemployment. Правительство, үкімет, істеу керек. Жұмыс, unemployment дегеніміз, жұмысы жоқ адамдармен айналысу керек, үкімет. Deal with. Jake advised her on how to deal with stress and stay positive. Jake кеңес берді оған, on how to deal with stress. Стресспен қалай жену керектігін, стресспен қалай күресу керектігін жайлы, және stay positive көңілді болу үшін. Фразалық етістік deal with. After their coffee, кофеден кейін, Jake promised. Jake уәде берді to check in on her more
often дейді. Оны көбірек тексеріп тұруға, навещать етуге, кездесіп тұруға уәде бер дейді Джейк. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ең бастысы подписаться етіңіздер. Goodbye!